саламатсыздар ағайын, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге лазурный тұрғын үй кешенінен 2 бөлмелі пәтерге обзор жасайтын боламын. 2 бөлмелі пәтер сатылымда. Естеріңізге сала кетейін, тұрғын үй кешені лазурный BI Group компаниясы салған. 12 блоктан тұрады. Ең биік этаждары 23 этажға дейін. Сарайшық көшесінің бойында орналасқан. Күнбатыс жағында Қабанбай көшесімен қиылысады Сарайшық. Күн шығыс жағында Мәңгілкел көшесімен қиылысады. Құрметті достар, қазір мен лазурный тұрғын үй кешенінің балалар ойын алаңында тұрмын. Қараңыздар, шыққанда кең, үлкен, енді квартал ғой. Бағана басында айттым ғой, 12 блоктан тұрады екен. Біздің жаңа сатылатын 2 бөлмелі пәтер міне мына блокта орналасқан. Сарайшық 7А. Юридический адресі үлкен башнялар. Соның 16 қабатында орналасқан 2 бөлмелі пәтер. Қазір сіздерге дәлізге кіріп, дәлізді көрсетіп, өнген қабатқа көтеріліп, бір қабатта неше бөлмелі пәтер бар, неше квартира бар, жаңағы пәтердің ішкі бөлмелер қалай орналасқан, оның бәрін айтатын боламын. Міне балалар ойын алаңы. Жалпы лазурный квартал орналасқан жері өте керемет. Барлық министрлік үйлеріне, Арай паркіне, жаңағы керуен, ойын-сауық орталықтары барлығы жақын орналасқан. Кіреберіс жері подъезд десек те болады. Міне осындай кең, жарық. BI Group'тың үйлерінің подъездері өте жақсы жасалынады ғой. 3 лифттан тұрады. 2 пассажирский, 1 грузовой лифт болады. Міне подъездер мына жақта жаңағы хабарлама, почта келетін мындай ящиктері. Міне мынандай гүлдер орналастырған, мынау искусственный ма? Искусственный екен. Қазір қабатқа көтеріліп, 16 қабатқа көтеріліп, сіздерге 2 бөлмелі сатылымдағы пәтерді көрсететін боламын. Бір қабатта 4 пәтер болады екен. 1 пәтер, 2 пәтер, 3, 4 пәтер. Міне, мына коридоры осындай болады. Мына жақта жаңағы 3 лифт болады екен бір подъезде. Біреуі жаңағы жүк тасығыш лифт болса, екеуі адам тасығыш лифт. Пассажирский, грузовой деп аталар ғой. Міне лифттары бесшумный, дыбыссыз. Мына жақта міне жаңағы лестницаға қабатпен жаңағы баспалдақпен түсетін дәл мынандай кең, мынандай жерлер. Бір ерекшелігі, көп ЖК-ларда лестницамен түсетін кезде мынандай жерлер ашық тұрады ғой. Қараңыздар, әйнекпен жақсылап жасап қойған. Міне жоғары қабаттан көрініс сіздерге. ЖК лазурный квартал деп аталады бұл ЖК-лар. 2015 жылғы үй. Міне мынандай лестницалары бар. Таза, барлығы керемет. Құрметті достар, назарларыңызға 2 бөлмелі пәтерді ұсынамын. Жалпы ауданы 70 шаршы метрді құрайды. 16 қабатта орналасқан. Жалпы үйдің қабаты 23 этаждан тұрады. Мына қараңыздар, есігі застройщиктан бұл үйді BI Group компаниясы салған. ЖК лазурный квартал деп аталады тұрғын үй кешені. Міне пәтерге кіре берісі, мына жерде аяқ киім шешу барлығы орналастырылған. Пәтердің бағасын кейінірек айтатын боламын. Мына жерде міне домофон орналасқан, обой жабыстырылған. Міне пәтерге кіре салған кезінде сол жаққа бұрылсақ, бұл жуынатын бөлмесі. Жуынатын, қол жуатын және мынандай ваннасы бар. Міне назарларыңызға ұсынамын, көріп алыңыздар. И оң жағында әжетханасы міне бөлек, құрметті достар. Әжетханасы бөлек орналастырылған. Көрдіңіздер да? Енді міне жалпы бұлай көрсететін болсақ, міне кіреберіс есік. Кіре салған кезде оң жағында әжетхана, сол жағында міне жуынатын бөлмесі. Міне жуынатын бөлмесі. Арғартай құрметті достар, кіре салып тіке жүретін болсақ, ас бөлмесі. Ас бөлмесі. Міне мынандай. Мына мебельдің барлығы түгел техникасымен, холодильникмен түгел қалады. Міне ас бөлмесі. Көріп алыңыздар, ас бөлмесінің жалпы ауданы 12,5 шаршы метрді құрайды. Обойы, міне потологы мынандай. Ас бөлмесіне кішігірім балконы бар, құрметті достар. Мындай балконы бар. 16 қабатта тұрмыз. ЖК лазурный квартал, құрметті достар. Сарайшық 7А мекенжайы бойынша орналасқан пәтер. Енді балконда өздеріңіз білесіз, артық заттардың бәрін балконға қойып қояды. Ипотекаға да рәсімдеуге болады. Үйдің құжаттары барлығы заңды. Ары қаратай
кірген жақтан оңға қаратай бұрылатын болсақ, міне мына жерде жатын бөлмесі 16 шаршы метрді құрайды. Мына мебельдің барлығы түгелімен қалады, құрметті достар. Төсек, мынандай шкафы бар. Міне потолок осылай. Қараңыздар қандай, 16 шаршы метрді құрайды ауданы. Түгел ауданы 16 шаршы метрді құрайды. Міне. Полы ламинат, құрметті достар. Енді мынау үлкен қонақ бөлме десек те болады. Бұның жалпы ауданы 23 шаршы метрді құрайды. Жалпы ауданы. Мынау телевизор, мынау шкаф, барлығы мебель түгел қалады. Міне. Енді бұл жерде қонақ бөлмеде де кішігірім лоджия сияқтысы бар. Лоджия дейміз ба, балкон дейміз ба, мынандай кішігірім, бірақ енді о жағын енді затқа толып тұр екен. Өздеріңіз босатып, әдемілеп жасап алсаңыздар да болады. Мына алып тастап, мына пластиканы өздеріңіздің ойыңызбен, өзіңіздің дизайныңызбен кәдімгідей үлкен қып, кең қып ашып қойсаңыздар да болады. Міне, құрметті достар, мынау 23 шаршы метрлік бұл қонақ бөлмесі. Көрдіңіздер да? Міне, осындай жалпы екі бөлмелі пәтер сатылады. ЖК лазурный квартал деп аталады. Жалпы пәтердің бағасы 32,5 миллион теңгені құрайды. Ипотекаға рәсімдесеңіздер де болады. Пәтердің документтердің бәрін мен өзім тексердім, түгел заңды, барлығы келіп тұр. Бағасына келсек те болады. Мен осы видеоның астына нөмір телефонын қалдыратын боламын. Кімге хабарласып, пәтер жөнінде сұрасаңыздар болады. Кез келген уақытта пәтерді келіп көрсеңіздер де болады. Бағасын айттым да. Міне, құрметті достар, Нұр-Сұлтан қаласынан баспаналы болам десеңіздер, 2 бөлмелі пәтер сіздерге ұсынамын. Міне. Өздеріңіз білесіздер, ЖК Лазурный квартал Сарайшық көшесінің бойында орналасқан. Барлық қажетті мекемелерге жақын, қасында мектебі де бар, супермаркеттер де бар, нұрлы жол, жаңа бульвары да бар, арай паркі де бар, керемет жерде орналасқан. Сондықтан, құрметті достар, егер дәл осы пәтер сіздерге ұнап жатса, астындағы нөмірге хабарласыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Мен каналыма жазылыңыздар. Ипотекалық дәрігерден баспаналы болыңыздар.